Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен қысқа арнап тәбет ашатын личо салатын дайындайтын боламыз. Салатты дайындау үшін бізге қажет болады помидор, перец, сәбіз, капуста, чеснок, пияз, ащы бұрыш және де укроп пен петрушка, сонымен қатар сұйық май, қант, тұз, бұрыш, уксус қажет болады. Алдымен барлық өнімдерді дайындап аламыз. Помидорды мен ет тартқыштан өткіздім. Перецті осылай 4 бұрыштылап турап аламыз. Капустаны да солай тураймыз. Өте қатты ұсақ етпейміз. Және де пияздарды да осылай турап аламыз. Сәбізді қолмен турасаңыздар да болады, немесе мен сияқты осындай үкіштен өткізсеңіздер де болады. Чеснокты ұсақтап турап аламыз, бұрышты да ұсақтап турап дайындап қоямыз. Және де көк шөптерімізді дайындап қоямыз. Енді салатымызды дайындауға кірісеміз. Ыдысымызға сұйық майды құямыз. Қызып тұрған майға пиязды салып, шамалы жұмсарғанша қуырып аламыз. Кейін үстіне капустаны салып, капустаның көлемі кішірейгенше қуыратын боламыз. Міне капустаның көлемі кішірейді. Енді оның үстіне сәбізді салып, жақсылап қуырып аламыз. Толық қуырылғаннан кейін перец тез пісетін болғандықтан ең соңынан перецті салып қуырып аламыз. Аздан кейін үстіне ащы бұрышты қосамыз. Барлығы жақсылап қуырылғаннан кейін ет тартқыштан өткізілген помидорды қосып, жақсылап араластырып, шамамен 30 минуттай қайнатып аламыз. Жарты сағат өткеннен кейін дәміне қарай дәмдеуіштерін қосамыз. Мен 3 ас қасық қант, 5 ас қасық тұз, ірі қара бұрыштан және де 2-3 штук лавр жапырағынан салдым. Сонымен қатар осы кезде чеснок пен укроп, петрушканы да осы кезде салып, жақсылап араластырып, шамамен 15 минуттай қайнатып аламыз. Он 15 минут өткен соң салатты оттан түсіріп, 2 ас қасық уксусты қосып, жақсылап араластырып, банка буланғанша қойып қоямыз. Банканы және де қақпақтарын 5-8 минут арасында осылай мантаваркаге булап аламыз. Буланған банкаларға салатты құйып, банканы жабамыз. Және де банканы жапқаннан кейін қақпағының дұрыс жабылғандығына көз жеткізу үшін банканы әрі-бері аунатып тексеріп аламыз. Және де жабылған банкаларды осылай бір түнге жылы жерге қалдырамыз. Міне біздің тәбет ашарлықтай капустадан дайындалған личо салатымыз дайын болды. Ас болсын, сіздер де жасап көріңіздер.